Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздер Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда?» әңгімесі бойынша сабақ өтетін боламыз. Нағыз әже қайданың бүгін бірінші сағаты. Енді бірінші тапсырма бойынша сендерге тірек сөздер берілген. Осы тірек сөздер арқылы нағыз әжені сипаттап жазуымыз қажет. Мысалы, әже отбасының ұйытқысы. Ол өте мейірімді, ұлттық салт дәстүрлерімізді жетік меңгерген деген сияқты қылып, нағыз әже қандай болуы керек, соны сипаттап жазамыз. Бұл жерде алатындарың 3 ұпай. Екінші тапсырма, оқулықтағы нағыз әже қайда әңгімесін толық оқимыз және шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын жазуымыз қажет. Басталуын, байланысуын, бұл жерде біздің әңгімеміз Азаттың өзінің 2 қызы Ая мен Райханға ертегі айтып беруінен басталады деп жазасыңдар. Ары қарай солай кете береді. Үшінші тапсырма, Попс формуласы арқылы сендердің ойларыңша қазіргі уақытта немересіне ертегі айтып беретін әжелер бар ма? Сендер былай жазасыңдар: менің ойымша немересіне ертегі айтып беретін әжелер бар. Себебі бар деп ойлаймын, себебі осындай да осындай. Мысалы деймізде мысалын жазамыз және ең соңында өзімнің ойымды қорыта келе деп аяқтаймыз. Бұл жерде алатындарың 3 ұпай. Тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Енді орындайық.